Түркістан қаласы сәулетіне сәулет қосып келеді. Енді шаһарды дамытудың екінші кезеңі басталды. Бұл жұмыстар 2025 жылға дейін жүзеге асырылады. Екінші кезеңде мемлекет басшысының тапсырмасына орай Түркістан қаласын дамыту жұмыстары 4 аумақта жүргізіліп жатыр. Бірінші аумақ әуежай аумағында 12 жоба қолға алынды. Оның ішінде қонақ үй, жеміс бағы, жылыжай, ірі қара мал бордақылау кешені және тауарлы сүт өндіру фермасы салынбақ. Екінші аумақ әкімшілік іскерлік орталығы. Мұнда жоспар бойынша 57 жоба жүзеге асырылады. Бүгінгі таңда мұз сарайының құрылысы жүріп жатыр. Ат спорт кешені, денсаулық сақтау нысандары және 46 мың пәтерлі көп қабатты тұрғын үй салынады. Одан бөлек жайлы мектеп аясында 2023 жылдан бастап 9 мектептің құрылысы басталады. Бұл біздің мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жайлы мектеп аясында 23 жылдан бастап 9 мектептің құрылысын жүргізу жоспарлануда. Осылардың барлығы тікелей мемлекет басшысының бізге беріп отқан тапсырмасы осындағы халықтың әл-ауқатын көтеру мақсатында. Үшінші аумақ Бекзат Саттарханов даңғылы шаһардағы негізгі көше болғандықтан абаттандыруға ерекше көңіл бөлінбек. Қалаға облыс орталығы мәртебесі берілгенде жүргізілген жұмыс 300 гектар көгал аумағы болса, бұл көрсеткіш қазір 524 гектарға жетті. Нәтижесінде жан басына шаққанда әр адамға 200 шаршы метрден келіп тұр. Бұл парктердің саны бойынша еуропалық деңгейге жетіп отыр. Төртінші аумақ мәдени рухани орталық аумағы. Онда Күлтөбе қалашығының тарихи нысандары қалпына келтіріледі. Аманат коттеджі қалашығы мен Қылует мәдени рухани орталығы салынады. Осылайша Түркістан күн санап жаңғыра түсуде.